да қайтпайды дейсің кәдімгідей. Ассалаумағалейкум достар. Қалайсыздар? Яндекс күнделіктерімізді жалғастырамыз. Апорттың жанында тұрмыз. Леруа Мерлен жақта. Бұйыртса қазір заказ түссе. Бүгінгі күніміздің керемет қып бастайын деп тұрдық. Ұйқыдан тұра сап машинаны қыздырып, осы жаққа келген жайым бар. Табиғат тамаша болып тұр. Сол онда. Бірінші тапсырысымыз әрең келді ғой достар. Леруа Мерленнің жанында жасып қойғансың. Енді не істейміз енді? Январьда да осындай болып қалады шығар енді, көрейік. Бұйыртса мартқа ілініп алсақ деген тиктокта бір хит болып еді ғой. Сондай болып отыр ғой. Ну и что? Кеттік. Жалпы қыс әдем болады, декабрда болмаған, қыс январда болып кәдімгідей қар болып бәріміз. Заказ алып кететін жерге келдік. Кеше жер сілкінді ғой, айтпақшы. Қалай? Өткіл елдер далаға шығып турсүймен жүгіріп жүр ғой, атай. Келдік. Звонда жіберек. Здравствуйте. Таких 30, а не по 10 килограмм. Ага. Как думаете, поместится? Должен. А если упадок? Так, тапсырысымызды алып кеттік. Бір машина жана көргендеріңіздей. О, шешін. Атын ет құрсын. Эмульсия. Дұрыс. Айқаламын эмульсия ғой, эмульсия білеміз. 44 минут уақыт алады екен жүретін жеріміз. Саламат базарына барамыз. Содан кейін көреміз, достар, кеттік. Так, достар, Саламат базарына келдік. Заттар түсіп отыр. Ақшасын көреміз қазір. Так, заказ түсіріп алды. 4160 теңге болды. Әдемі? Шүкір Аллаға. Екінші тапсырысымыз келді. Грузчик керек деп жазып қойыпты. Грузчик керек болса, тауып ал дегіз бе. Соған барақ. Жаңа поворотынан өтіп кеткен соң көрекші. По София. Түсіп бәдірім. Яндексте тубит етіп қалды ғой. Соны алайықта апарайық. Сағат 1 болды. Алло. Ассалаумағалейкум, Яндекс. Так, достар, келетін жерге келдік. Машинаны ыңғайлап қойып алайық. Өтсей, кетсей болсай.
екінші тапсырыс. Естеріңізге салып қояйын. Тапсырыс өзде бір көп емес. Сондықтан әр тапсырысымызды аялап апарайық. 34 минут уақыт алады екен баратын жеріміз. Ой. Қаланың арғы басына барайын деп тұрып қой. Фурманова жаққа қарай. Фурманова Аль-Фараби. Кеттік. Братан, өтіп кетейін еждің. Ой, машалла. Так. Мына жерден өткізе қойса бізді. Жағдай жақсы болмақ. Алматы пустой болып тұр ба? Кеше бәрі қашып кеткен. Орталық алаң. Тәуелсіздік алаңы. Алматы неткен. Негізі әдемі қала бар. Екінші ай. Тапсырыста беретін жерге келдік. Евразия сауда орталығы. Клиентке звондап отырмыз. Алло. Алло. Здравствуйте. Здрасте, вы подъехали, да? Да, подъехал. За шлагбаум да заезжать? Да не обязательно заезжать. Там вот эта маленькая улочка же есть со стороны, со стороны вот этого турецкого Дигермена. Ага. Около Евразии. Можно там где-нибудь ставить. Вы только что в руки поместите, возьмите, а тут я вам тележку, если что, да? Все хорошо. Ага. 3-й этаж. Так. İşine дейін кіргізу керек. Сондықтан да, достар, ыңғайлы жерге тоқтайық. Опа. Все, ары қарай жаяу апарамыз. Бірінші партиясына апарып тастадық. Енді екінші партияға баратырмыз. Кейде осындай камерамен сөйлеп кеткенде өзімді жындысы адамдар бір түрлі қарайды. Қайдан білсін мен сендерге сөйлеп жатқанымды. Евразия сауда орталығы. Алматы күн жылы еріп жатыр. Міне біздің машина тұр. Бәт-бәк бұл. Бұт-бұт бұл. Құлақтар едірейіп. Осыны апартсақ, бағасын шығарамыз. Достар, каталог әңгіме болды ма? Жаңа 3 коробканы апарған магазин дұрыстап қарамаппын да. Басымды көтер қасым заттарды беріп. Секс-шоптың ішінде жүрміз. Бәсе, блядь, коробкалар резинка сазайды. Сөйтсем, 4-5 коробка дубинка апарған екен. Ужас. Аны елестімесін? Елестісе ұят шығар. Дархан секс-шопқа заттасып жүр екен деп әңгіме кетіп қыжмесін, ә? Между нами ғой да? Сол, 5920 теңге болды. Бірақ ақша алғанды ұят екен. Ебай. Енді бұндай да жағдайлар болып тұрады жүр енді. Ананың іші натуре. Жан жақтың бәрі розовый дубинкілер.
ушундай кыздардан дубинкалерди колдонотун сыякчы. Жада настроениялар күчтүү бул жерде десең. Кой, кеттик ары карай. Ал бир кызык әңгіме болду. Секс-шоптың шогунан енді қайтып келе жатқан кезде тағы бір заказ келді достар. 3-ші тапсырыс. Қазір Байтұрсынова Мақатаев көшесінің қиылысында тұрмыз. Бағдаршамның қызыл жарығында. Не дейді мына? Қанша минут дейді? 2 минут дейді. Жақсы. Қаяққа барып өткенбіз? Ади Шарипова дейді. Қысқа ғана расстояние болайын деп тұр ғой да. Жарайды, тәуекел. Кеттік достар. Келдік достар. Сау болайық. Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Тапсырысымызды салып жатыр достар. Басып атқан жігіттер тоже таныстары болып шықты. Той саласында жұмыс істейтін Фархат деген үлкен жігіт. Осы жерде тимбилдингтің заттарын дайындайды екен. Тимбилдинг деген ол типа көкке шығып компаниялардың демалатыны ғой. Соларға арналған ойындар. Тапсырысты да апарып тастадық. 3200 теңге болды. Солай да бүгін күшті күн болып отыр кәдімгі. Секс-шопқа бардық. Таныстарды көрдік. Продуктивный күн. Жемісті дейді. Кеттік ары қарай ендеше. Короче, бір түсінгенім достар, осы январь айларында обедке таман жұмысқа шығу керек екен. Егер Дамасайда жүргендер болса, лайфхак сіздерге. Нема? Дамасай дейтіндер көп па арамызда. Бүгіндікке 3 тапсырыс жасадық. 10 мың теңге болды. 2000 теңгесін бензинге қайық, бір қатты есептейтін жігіттер бар екен арамызда. Бензинге кетті 2000 теңге. Тамақ ішкен жоқпын. Өйткені ай деп үйден ішіп шыққасым. Қазір сол үй жаққа қарай ақырын жылжиық, сағат 4-ке жақындап қапты. Барып намазымызды оқиық. Содан кейін бүгінгі Яндекс блогымыз тәмамдалуы мүмкін. Сонымен егер үйге дейін тағы бір заказ шықпамаса. Бөкейханов көшесінде тағы бір тапсырыс келді. Грузчикпен дейді. Сонымен бұл 4-ші тапсырыс болып есептеледі. 4-ші тапсырыстың ақшасын көрейік достар. Так, тапсырысты алдым. Бір коробка салып берді. Бұл жерде грузчик қосылған екен. Ендеше көтеріп кіргізу керек болады. Детский коррекционный центр Балалайк дейді. 26 минут жүр өткенбіз. Кеттік достар. BMW-лардың алдына кіріп кетейік. Боқтап атқанша елки-палки ренжімесін. Так, балабақшаға келдік. Мына затты кіргізу керек екен. Қазір апарып тастайық, сосын бағасын көреміз достар. Так, бердік достар.
5490 теңге болды. $15.000 теңге пайда. Мына машинаны жуу керек болып тұр. Срочно. Сағатымыз 5-ке 10 минут қалды, достар. Бүгіндік табысымыз $15.000 теңге. Үй жаққа жақында болдым. Осымен аяқтайық. Видео қысқа болса да көргендеріңізге рахмет. Сосын бір идея болып тұр. Давай талқылапсақшы соны. Видеоның астына бір автокөліктерді ссылкаларын тастаймын да. Соларды барып көрем. То есть қай ссылкаға көп дауыс болады автокөлікке. Сол автокөлікті барып көреміз. Ол не үшін деген сұраққа, например, колесадан бір машина таңдаймыз. Соны барып көреміз. Барлық нәрселерін сұрайым. Мүмкін бір адамдарға көмегі тиіп қалар да ол видеоның. Мысалы, сол видеоны көреді да, менің видеомды. Жаңағы автокөлік иесіне хабарласып, келісіп, мүмкін сол машинаны алып қалар. То есть мен, как бы, ана бір бауырлар болады, брачкілер ше, барып қарап кеш бауырым дейтін ше. Сондай қызмет атқарам да. Сондай жасап көрейік. Қызық болсын. Все, лайк басамыз, каналға жазыламыз. Тіркелмеген адамдар болса. Тіркелмеген адамдар көп екен бізде. 80% тіркелмей қарайды екен. Так что сіздердің лайктарыңыз бен сіздердің просмотрларыңыз мен үшін өте қымбат, достар. Сол, давайте, отбасыларыңызға береке, үйлеріңізге табыс. Әр қазақ бай болсын.